Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге доктор Алмат. Сіздерді көргенім үшін өте қуаныштымын. Бүгінгі талқылайтын тақырыбым өт тас ауруы, өттің қоюлануы қалай емдейміз, өттегі тасты ерітуге бола ма, сол жайлы нақты информация айтып өтетін боламын. Және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ол осы каналдағы видеолардың көп елге көрілуіне себеп болады. Өт тас ауруы дегеніміз ол өт қапшығындағы майда және де үлкен тастардың болуымен өт қапшығы қабырғасының қабынуымен жүретін, яғни ауруды біз өт тас ауруы деп атаймыз. Және де ол өттегі тастың размеріне байланысты 1 мм-ге дейін кішкентай, 1-2 мм орташа, 2 мм-ден жоғары ол үлкен тас болып саналады. Және де бізде осы өттегі тастың пайда болу негізгі себептеріне келетін болсақ, бұл себептері әртүрлі болып келеді. Көп жағдайда бізде образ жизни және тамақтану ерекшелігімен байланысты болып келеді. Мысалы үшін ең бірінші себептердің бірі ол тәтті көп жейтін елдер. Оған келетін болсақ, Европа елдер және де Солтүстік Америка елдері, Ресей елдерінде бізде статистика бойынша осы өт тас ауруы жиі кездеседі. Ал керісінше Корей, Қытай елдері, Орталық Азия елдерінде салыстырмалы түрде басқа мемлекеттермен бұл жерде өт тас ауруы аз болып келеді. Бұл осы тамақтану образына және де өзінің өмір сүруіне тоже байланысты. Екінші бір себептерінің бірі ол жынысы. Әйел адамдарда ер адамға қарағанда 2-3 есе осы өт тас ауруына шалдығу қаупі өте жоғары болып келеді. Ол негізгі әйел гормоны осы эстрогенге байланысты болып келеді. Екінші себеп ол постменопаузадан кейін әйелдер гормон терапия қабылдайды. Соның салдарынан бізде өт тас ауруы пайда болу қаупі бар. Себебі ол постменопаузадан кейін әйел адам көбінесе бізде женский гормондарды қабылдайды. Ол тоже өтте тас ауруы пайда болуына алып келеді. Келесі себептерінің бірі ол жүктілік. Яғни осы жүктілік басталар кезде, яғни жүктілік кезінде кейбір әйел адамдарда өттерінде тас пайда болады. Ал кейін босанғаннан кейін 1-2 жылдан кейін қайтадан УЗИ жасаған кезде ол өттегі тас өз еркімен еріп кеткен болады. Одан кейінгі себептерінің бірі ол бізде жасы. Көбінесе бізде бұл жасы 40, 50, 60, 40 жастан асқан адамдарда именно осы өт тас ауруы жиі кездеседі. Одан кейінгі себептердің бірі ол ең негізгісі ол тұқым қуалаушылық. Егер сіздің ата-анаңызда немесе туған туыстарыңызда өтінде тас болған болса, сізде де өт тас ауруы пайда болу қаупі өте жоғары болып келеді. Және де артық салмақтық, сахарный диабетпен ауыратын болса, холестериніңіз жоғары болатын болса, және де малоподвижный образ жизни ұстанатын болсаңыз, сізде өт тас ауру пайда болуы өте жоғары болып табылады. Осы айтылған себептердің салдарынан бізде өттің құрамы өзгеріп, ол өт қоюланып, соның салдарынан бізде билиарный сладж, дальше уже өтте тас пайда бола бастайды. Тастың құрамына байланысты біз екіге бөліп қарастырамыз. Ол холестериндік және де пигменттік тас деп қарастырылады. Көп жағдайда бізде 80% жағдайда осы холестериндік тас кездеседі. Бұл холестериндік тастың бір жақсы жері ерітуге болады. Енді барлық адамда 100% еріп кетеді деген сөз емес, но бірақ кейбір адамдарда бұл холестериндік тас ериді. Ал пигменттік тасқа келетін болсақ, бұл пигменттік тас бұл ерімейді. Бұның құрамында көбінесе кальцийдан болып келеді. Бұл пайда болу қауіптары бұл тастардың, например, пайда болу қаупына келетін болсақ, бұл холестериндік тас, бұл осы холестериннің деңгейі жоғарылаған кезде, яғни қанда холестерин деңгейі жоғарылаған кезде, өттің құрамында холестерин деңгейі жоғарылап, өт холестеринге қаныққан кезде, және бұл жағдайларда бізде осы өт қоюланып, холестерин тастар пайда болады. Ал енді пигменттік тасқа келетін болса, ол көбінесе осы бауыр аурулары кезінде және цирроз печени немесе ішектердің аурулары кезінде осы пигменттік тастар қалыптасып жатады. Бұның пигменттік тастың түсі бұл қоңыр және де қара болып келеді. Ал енді негізі клиникасына келетін болсақ, именно осы өт тас ауруы кезде жалпы оны екіге бөліп қарастырамыз. Кейбір адамдарда өтінде тас болса да ешқандай клиника болмайды. Олар профилактика ретінде УЗИ-ға түскен кезде именно өтінде тас анықталып жатады, бірақ оларда ешқандай ауру сезім, белгі ештеңе болмайды, ешқандай диета ұстамаса да. Ал екінші адамдарда болады, тез арада оларда клиникасы көрінеді, яғни оң жақ қабырғасында ауру сезім байқалады, именно өттің тұсында. Осылай қарастырамыз. Ең негізгі клиникасына келетін болсақ, бұл өт тас ауру кезде бұл приступ, яғни оң жақ қабырғасында ауру сезімі. Бұл көбінесе спазмолитиктерге кетеді, яғни кетпей қалуы да мүмкін. Одан кейін сізде жүрек айнуы мүмкін. Және де тамақты тез тойып қалу сезімі болуы мүмкін. Және де ішектерде
газообразование, сонымен қоса понос немесе запор болуы әбден мүмкін. Және тағы да басқа белгілер көрінуі мүмкін. Әр адамдарда әртүрлі болып келеді ол. Ең негізгі диагностикасына келетін болсақ, бұның жалпы біз диагностикасында қан анализін тапсырамыз, осы биохимический қан анализін тапсырып, сол арқылы қандай да өзгерістер бар ма, бізде соны көруімізге болады. Сонымен қоса УЗИ. Көп жағдайда бізде золотой стандарт ол УЗИ аппарат болып келеді, яғни УЗИ-ға түсіру арқылы бізде өтте тас бар ма, жоқ па, соны анықтауымызға болады. Және де өттің қай жерінде орналасқан тастар, ол протокта ма, или өт қапшығының өзінде ма, соны білуімізге болады. Онымен қоса сізге КТ, МРТ немесе РХПГ сияқты әртүрлі тексерулер өткізу арқылы өттегі тастың жағдайын біліп, және де размерін, қай жерде орналасқанын білуімізге болады. Өт тас ауруы кезіндегі негізгі еміне келетін болсақ, ең бірінші осы мен жоғарыда айтылып өткендей, осы негізгі себептер бар ғой, именно өт тас ауруын қалыптастыратын. Сол өт тас ауруын қалыптастыратын негізгі себептерін барлығымыз алдын алуымыз керек. Мысалы үшін, малоподвижный образ жизни болса, сіз активный образ жизниге ауысуыңыз керек. Немесе жаңағыдай эстроген гормондарын қабылдайтын болсаңыз, оны тоқтатамыз деген сияқты алдын алуымыз керек. Ең негізгі енді еміне келетін болсақ, ең бірінші бізде өт тас ауруын болдырмау үшін өтіміз бізде сұйық болу керек. Және де өт толып тұру керек ол. Ол үшін не істеуіміз керек біз? Ол үшін біз жидкость көп ішу керек. Мысалы, суды көп ішуіміз керек. Күніне біз күніне 1 немесе 2 литр кем дегенде су ішуіміз керек. Егер біздің өтіміз қою емес, сұйық болатын болса, бізде өтте тастың қалыптасуы өте төмен болады. Сонымен қоса біз, егер сізде постоянно мазалайтын болса, именно өтіңіз ауырып, және де сізде өтіңізде ешқандай тас жоқ болатын болса, егер тас пайда болғанның өзінде майда тастар болатын болса, мысалы үшін 1 сантиметрге дейін деп қояйық, сізге спазмолитиктер ішіп тұру керек. Спазмолитиктер не үшін керек десеңіз, осы біздегі өтіміз активны жұмыс жасайтын болса, яғни өт моторикасы жақсы болатын болса, бізде ол постоянно осы жиналған өтті ол шығарып салып отырады. Егер сіздің өтіңіздің түсі, яғни оң жақ қабырғасын мазалап тұратын болса, сізге жиі спазмолитик препараттар қабылдап тұруымыз керек. Егер сіз қабылдамайтын жағдайда, сізде өтіңізде тастар қалыптасу қауіптілігі жоғары болады. Не үшін қабылдау керек спазмолитик? Себебі бұл спазмолитиктер бізде өттің моторикасын жақсартады. Яғни осы өттің моторикасы жақсы болатын болса, ол жердегі қою өт болсын, немесе холестеринге бай өт болсын, оның барлығын ол сыртқа шығарып отырады. Сол арқылы бізде өтте тастың қалыптасуын төмендетеді. Ал көбінесе бізде осы өтіне тасы бар адамдарды УЗИ арқылы зерттеп қараған кезде, олардағы стенкаларында моторикасы төмен болады. Моторикасы төмен, яғни өті ол сморщенный, дұрыс жұмыс істемейді. Отключенный деп кейде береді УЗИстер, сол сияқты дұрыс жұмыс істемейді. Дұрыс жұмыс істемегендіктен ол жерде өт постоянно застой болып тұрады. Застой болған жерде ол ақырын қоюланып, ол жерде майда конкременттер пайда болады. Ең алғашында майда конкременттер пайда болады. Ол дальше ұлғайып, үлкен көлемді тастарға дейін жетуі мүмкін. Сол себепті оған жеткізбеуіміз керек. Жылына 1 мезгіл біз УЗИ өтіп тұруымыз керек. Яғни осы УЗИ өту арқылы сізде майда конкременттер бар ма, жоқ па анықтап, егер майда конкременттер болса, оны ертіп тастауға болады. Яғни 1 миллиметрге дейінгі тастар болатын болса, ертуге болады. Но бірақ ол 100% барлығына жұмыс істейді деген сөз емес. Ол кейбір адамдарда жұмыс істемеуі де мүмкін, бұл еріту процесі. Одан кейінгі препарат бізде урсодезоксихолевая кислота, яғни урсодекс, урсасан, урсофальк деген сияқты препараттарды қолдануымыз керек. Бұл препараттар бізде 10 немесе 15 мг на килограмм есептелінеді. Егер салмағыңыз сіздің 50 килограмм болатын болса, сізге күн суткасына сізде 500 мг, яғни урсасан керек, қабылдап тұруыңыз керек. Бұл урсасан не істейді? Бұл урсасан осы толып тұрған өтті қоюландырады. Және де ол жерде холестеринді азайтады. Сол арқылы сізде өт тас ауру пайда болуын төмендетеді деп айтуымызға да болады. Және де егер өтіңізде майда конкременттер болатын болса, именно осы урсодезоксихолевая кислота арқылы біз өттегі тасты ертуімізге болады, егер ол холестериндік болатын болса. Ал егер пигменттік тас болатын болса, ол ерімейді, ол кальцинированный, ол тас болып қалады ол тастар. Одан кейін бізде активный образ жизни ұстануымыз керек. Біз постоянно әрқашанда активно жүруіміз керек, спортпен шұғылдануымыз керек, және де бассейндерге түсуіміз керек. Егер біз активно жүретін болсақ, біздің іш құрылысымыздағы бүкіл ағзалар өзінің моторикасы жақсы, активно жұмсайды. Егер активно жұмыс жасап тұрған ағзада ешқандай застой да болмайды.
Сол себепті сізде застой болмаса, онда ешқандай сізде ауру сырқау да пайда болмайды деген сөз. Одан кейін сіз тағамдар, яғни тағамдарда сіз көп мөлшерде овощ қолдануымыз керек. Овощ, фрукты көбірек қолдануымыз керек. Себебі бұлардың құрамында ферменттер бар. Олардың барлығы осы тамақтарды, ішкі құрылыстағы заттардың барлығын ыдыратуға өте жақсы көмегін тигізеді. Және де сіздерге айта кететін жайт, ешқашанда сіздер самолечениемен айналыспаңыздар. Осы ютубтағы видеоны көріп алып, мен самолечениемен айналыстым деп әртүрлі препараттарды өзіңізге тағайындап алуыңызға болмайды. Себебі ұрсасанда сіз дозировкасын көп мөлшерде немесе аз мөлшерде немесе ұзақ уақыт мерзімді қабылдайтын болсаңыз, оның да кері әсерін тигізуі мүмкін ағзамызға. Сол себепті ондай болмау үшін біз дәрігердің консультациясын обязательно алуыңыз керек. Дәрігер сіздің жасыңызды, салмағыңызды және де жұмысыңызға байланысты жаңағыдай арнайы дәрілік препараттарды өзі тағайындайтын болады. Егер де сіздерге консультация қажет болатын болса, дәрігердің, терапевттің немесе гастроэнтерологтың менің онлайн консультацияма жазылсаңыздар болады. Егер Алматы қаласында болсаңыздар, офлайн консультацияма келіп көрінуіңізге тоже болады. Және де құрметті достар, айта кететін жайт, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Сау саламатты болыңыздар. Сіздермен бірге доктор Алмат.